Ақан сері романы. Ақандар қар көміп тастаған бағанағы іздерінің жобасымен тағы да омбылап түрме қақпасына жете бергенде есікке қарай көп адам лап қойды. Бағанағыдай емес, адам қарасы көбейген, бәрі тақтай қақпаға жабысып саңлау іздеп әлек. Шығарайын деп жатыр. Шығарды. Әне шықты, деп бірі сыбырлап, бірі даурығып дүрете қалды. Ақандар да қақпаға ұмтылды. Мойындарын созып, көп адамдардың арасынан сыналап кіре алмай әлек. Иненің жасуындай тесік тапқан адам жұмақтың есігіне қолы жеткендей өлермен дене жабысады. Ақан, Ақан, деген Новиковтың даусы шықты. Новиков қақпаның тоспа жағынан бір кемпірдің қасына қыстырылыпты. Жеңімен тақтайды сылап тастаған қарды түсіріп, кең саңлау тауып алған. Ақан екеуі бастарын түйістіріп сол тесіктен ішке үңілді. Қар толастайын деген бе, іштегілердің жүздері анық көріне бастады. Мылтық, қылыш асынған көп салт атты казак орыстар, кейбіреулері ерсілі қарсылы шоқырақтатып сапырлысып жүр. Жаңағы түрме бастығының кеңсесі жағынан бір топ әскери киімді жаяу адамдар шығып, шоғырланып тұрып қалды. Офицерлер шықты. Ішінде губернатор да, уезд начальнигі де бар, деп сыбырлады Новиков, аузынан темекі сыбырқырап. Не болып жатыр, бірдеме көресіңдер ме? Деген дауысқа қан бұрылып еді, әлтай екен саңлау іздеп жүрген. Аздап көрінеді, әйтеуір жақсылық емес. Ақан Новиковпен қайта басын түйістірді. Әлден уақытта түрме есігінен топ-топ адамдар көрінді. Шықты, түрмедегілерді шығарады, деген дауыстар тағы да әр жерден күбір-күбір ете қалады. Біреу күрсініп, енді бір әйелдер сыңсып жылай бастады. Тоқтаңдар, қазір бұлар арадан қуылмайын десеңдер, деген бір орыс дауысы күжетіп еді. Қақпалында үймелеген жиын жым болды. Мойындары салбыраған тұтқындар тұқыраңдап ілбіп басады. Аштан бұралған, не өлімші болып таяқ жеген адамдардай қайсы бірі сүрініп кетіп, алдындағы тұтқынның иығына сүйенеді. Ең алға шыққан 5 тұтқын тура қақпаға жақындау келіп тоқтады. Олардың халін жаңа аңғарған Ақанның жүрегі зу етіп, даусы дірілдеп шықты. Сомтық-ай, бәрінің қол аяғын кісендеп тастапты ғой. Малдан бетер аяқ қолын шынжырлап бұғаулаған шын бақытсыз сормаңдай жандарды тұңғыш көрген Ақанның ет бауыр елжірегенде Новиков бұған таңданбады. Бұларды осылай бес-бестен тіркеп шынжырмен қосақтап айдайды, деді жайбырақат қана. О, ана біреуінің бас киімі де жоқ, басындағы шаш па, тақия ма, деп екінші топтағы шашын жартылай тақырдап алған ұзын бойлы жұқа чинелдіні көргенде Ақан шошына сыбырлады. Сібірге айдалатын аса қауіпті тұтқындардың шашын осылай жартылай алады. Барған соң алса да болар еді-ау, бас киімі де жоқ екен өзінің. Талайлары жолда үсіп өледі ғой. Қақпа аузындағылар енді бір-біріне басып айтудан қалып, тұншыға жылап, күңіреніп кетті. Ожынбай! Ақан қалай шықына айғайлаған өзді аңғармады. Үшінші бестікте екі иіні салбыраған биік Ожынбай алдында келеді. Оған тіркескен тура бойымен бой еңгезердей орыс, үшінші қосақта Байбатыр. Олар сырттағы дауысты естімеді. Байбатыр, Байсекең! Қане, деп әлтайда бір иығымен кіріп сығалады. Ожынбай Байбатырды әбден зорыққан, бастарын жерден алмайды. Сақал мұрттары беттерін жауып, адам танығысыз аянышты түргенген. Шәкей қайда екен? Жұрт айғайлап, әркімнің атын айтып шулап тұр. Іштегілер бес-бестен әлі шығып жатыр. Екінші жақтан қос ат жеккен жайдақ шаналар қатарласа берді. Осы кезде қақпа аузындағылар дүр етіп, жан-жаққа тырым-тырақ айқашты. Қоршаудың бір жақ бұрышынан шыға келген 2-3 салт атты казактар дырау қамшыларын кез келгенге сілтеп, тесікке үңілгендерді аттарының омырауымен қағып өтті. Омбы қарға екпеттей құлаған бір-екі кемпір мен бала бір тұрып, бір жығылып үйелеп жатыр. Ақанның білегінен ұстай жетектеп,
Мерт боламыз ақан, бұлардан аяушылық күтпе, әлгі ақсақал мен бала қайда, деп Новиков қашықтау шығып ентігіп тұр. Жан жаққа бытырай шашылған жұрт әр жерде состүйіп қақпаға алыстан қарайды. Қолдарын төбесіне қойып, бас сауғалап жүрген 2-3 адамды салт аттылар қамшының астына алып, ат тұяғымен таптап тастайтындай шыр көбелек айналып жүр. Шалқасынан қақпа ашылды. Іш жақтан алдымен 2 салт атты казак, одан соң шаналы тұтқындар көрінді. Осы кезде шанаға қарай лап қойған адамдарда еш жоқ. Жылап сықтап, дауыс салып, көзсіз ұмтылған әйелдер мен шалдарды бөгеу оңай емес еді. Естері шыға жүгірген адамдар тұс-тұстан салт аттылардың ара-арасымен кіріп, қайсы бір шаналардың үстіне өкіре құлап жатыр. Түрме алды ыңда шаң, қам-қуыт. Соңғы тұтқындардың шаналарымен қатарласа, аттарын шоқырақтатқан казак орыстардың да естері шығып кеткен сияқты. Шыр айналып, әлдегімді балағаттап, құр далақтап жүр. Тізіле шыққан 7-8 шанада бір-біріне жедел қабыл түйісіп бөгеле берді. Ақандар да жақындап, тұтқындарға таяп қалған. Осы кезде ата, ата деп шырылдаған Мөңке топ ішіне қойып кетті. Мөңке қарсы алдынан арбаңдаған биік аттың омырау тұсынан жалт бұрылып, еңкейе жүгіріп, екінші шанаға жетіп ақ қалып еді. Әттең, тап желке тұсынан тиген соққыдан мұрттай ұшты. Екінші бір ат үстінен қарғып өтті. Мөңке орнынан ет қызумен атып тұрып, 3-ші шанаға ұмтыла бергенде, мойнына орай тиген қамшыдан көзінің оты жарқ етіп, омбы қарға қалай омақаса асқанын білмеді. Жандармен аталап, тәлтіректеп, тізерлеп тұра бергенше болған жоқ, тағы да бір аттылы қағып өтті. Бұл жолы оңбай құлады. Көз алды қап-қараңғы болып, бүк түскен қалпы есі ауып кетті. Көп шуылдың ішінен «Мөңке жан, Мөңке!» деген Байбатырдың «Ожымбай, Шәкей!» Байбатырлаған Ақан, Әлтайлардың үні шығып, «Ақан, Сераға!» деген таныс дауыстарда қатарласып өте берді. «Елге сәлем, дұғай сәлем!» деген көп шуылдың арасында зорға естілген аянышты үндерді жайдақ шаналар алға қарай ұзатып әкете берді. Ақандар алыстан шанамен қатарласа жүгірді. «Ақан аға, елге сәлем, Солтан Мұратқа!» деген соңғы шанадан Шәкейдің үні шығып, бұғаулы жігіт бір-екі бұлқынып бас көрсетті. Тағы да бірдемелер айтқан сияқты, бірақ қайдан естілсін. Жан жағынан аттарын шоқырақтата қоршаған казак орыс конвойларының ортасында тұтқын шаналары қар боратып ұзап барады. Соңынан жүгірген адамдар әр жерде сүрініп құлап жатыр. Гуілдеп жел тұра бастады. Түні бойы жауған ұлпа қар енді ысылдап, терістіктен шыққан жел өтінде ұйтқи жөнелді. Әлгінде ғана қастарынан өткен аяулы достар, көгендеулі қасіретті бейбақтар мінген жайдақ шаналар көз ұшында қарауытып, әлден уақытта бір қырасып қарас өшті. Әр жерде состүйіп, алысқа қарап үнсіз мелшиген адамдарды көміп кетердей ысқыра соққан арқаның есірік бораны көтеріліп келеді. Есін жиып, орнынан сүйретіле тұрған Мөңкені Ақан сүйей берді. Қамшы тиген бір көзі мүлдем жұмылып, екіншісі қанталап кетіпті. Далада ұйтқыған ақ боран Мөңкенің көзіне қан борандай көрінді. Әр жерде шошайып, дәрменсіздіктен булыға жылағандар, көздері талғанша алысқа қарап, аяулы азаматтарымен іштей қоштасып тұр. Таң ата күндегі тіршілік қамына кіріскен қала адамдары түнгі түрме жайынан бейхабар. Жылы қорадан қанатын сабалап алып жарыса шақырған әтештер үні де күндегісінше әр тұстан тұншыға естіледі. Қала сыртында селтиген жел, дирмендердің жамаулы қалақтары да сықырлай айналып, күндегі беймаза әндеріне басты. Құлагер өлімінен соң іле ұстасқан қарауыл мен керей арасындағы барымта лаңы ақырлап келгенде,
Көкшетау уезінің сырт жақтағы 4 болысына ауыртпашылық болып түсті. Әсіресе әр болыста ауыл-ауыл болып қоныстанған қараш үйлер, оның ішінде Байбатыр, Шәкей, Ожынбай ұрылардың алыс жорағат ағайын жамағайындары ең арты руы бір демесе, олармен 7 атадан ғана қосылатын 8 атаның бірі Есенбайдың ішінде Қылды, Жаулыбай, Шоқтыбай, Шұңқырша, Жақсылық рулары көбірек жапа шекті. Ел ішін дүрліктіріп, мойнына мылтық, беліне қылыш асынған әскерлерді қасына алған Поштабай, ауыл найлар жұрттың екі аяғын бір етікке тығып, қуырдақша қуырып жүр. Қараң елге ұлықтардың айтқанның бәрі заң. Керей елінің ұрланған малына жазықты қарауыл жұрты түгел жиналып, барымтаның орнын жабу керек. Сот үкіміз осылай деп, бас көтерер азаматтарды жинап алып, 3 үй, 4 үйдің ортасына бір-бір жылқыдан салық айтып, 3 күн пұрсат беріп, 4-ші күні құтырған бақсылардай зікір сала бастаған. Бұрын соңды естімеген мұндай салық атын ел түсінбесе де, әйтеуір қолы қысқа өлген адамның 7-сіне 40-ына ортадан шығаратын малдай санап, Құдай салды, біз көндік деп, қайсы бір ауыл амалсыздан тез илігіп, бәледен машайық қашыптының кебімен төтеден киліккен қызыл көз бәледен құтылып жатты. Ал қайсы бір ауыл мал жинаушыларды анадайдан көрсе, есік терезесін бекітіп, не сөйлесе қалса, ат тондарын ала қашып, қашан мойындары астына келгенше етегіне отырғызбай бас тартады. Осы бір сойқан ел көрмеген сұмдық Есенбай руының қолы қысқа кедейлері тұратын Қантай ауылында болып еді. Бұл ауылға мал жинаушылар 2 рет келіп кеткен. Екеуінде де ел ақсақалдары барымтаға біздің араласымыз жоқ, айыпқа берер малымыз тағы жоқ деп, болыс адамдарына құлақ аспай тартысып отырып алған. Содан қаңтардың басында ауыл үстін аязша сықырлап, үскірікше соғып, бір топ қарулы жандарым сау ете қалды. Ішінде ауылнай Жәдік пен Нұртаза болыстың Поштабайы Жәнібек бар. Келе ауыл ақсақалы Сатай қарттың үйіне жазықтыларды жинап алған Ақи Жәнібек бетінен түгі шығып, істің төте жолын бірақ айтты. Ал шалдар, осымен 2 рет ауылнай келіп ескертіп кетті. Не деген ақпа құлақсыңдар, мал қайда, қане? Ақ патшаның ғаділ заңына қарсы болмаймын десеңдер, алдымызға қазір салыңдар. Үйтпейді екенсіңдер, берсеңдер қолдарыңнан, бермесеңдер жолдарыңнан. Сендермен енді маймен көлеп отыратын жай жоқ. Бар елден жиналып болды, сендер ғана қалдыңдар. Қарағым-ау, бізде бас артық мал қайдан болады? Өлмешінің күнімен отырған кедей кепшіктен не күй бар? Деп Сатай қарт. Оған қоса әнші Солтанмұраттың әкесі Байбосында күйзеліп, Жәнібек балам-ау, о заманда бұ заман қайдағы жоқ айып айбананы сырт отырған, қатысы жоқ жарлы жақпай ауылына салғандарың түк қисынға келмейді ғой, деп шұбырта бастап еді, Поштабайдың ақи көзі ақшаң етіп атысып. Сонымен сендер бермейсіңдер ғой, үкіметтің заңына мойынсұнбайсыңдар ғой. Сендерде мал жоқ екен, жарайды, онда тінтіп көрейік, деп ауылнайға иегін қағып, орнынан салаң етіп тұра берді. Неше жылдан бері не дайым шиіктерсіңдер? Бәрін осы жолы сыпырып аламыз, қарай көр, үндемегенге тінтіңдер. Оу, тінткенде енді күтіп отырған жалғыз жарым малымыз бар. Қарғата сойып алмақшы болып отырмыз. Қызыл қарын жас баланың қорегі, одан басқа не күн көріс бар? Қисынды қисынсыз салықтан көз ашпайтын болдық қой. Қарашығын деп бір, рамат деп 2 келесіңдер. Қашан көрге кіргенше осы бір недайым иктеріңнен құтылары күн бар ма екен? Деп тағы да мұңшаға бастаған ел ақсақалдарына құлақ аспай, далаға азулы жолбаршы атылған Жәнібек қасындағы сұсты жандарымдар мен аз ауылдың астан кестеңін шығарды. Есенбай тұқымы обалдарың ақанға, сол емес пе? Іс тыныш елді бүріктіріп малын айдатып алған. Өзі бас сауғалап көрінбей қашып кетті, обалдарың соған,
деп әр үйге кірген сайын бір қолтық отты тастап жүр. Ал, не дайымкеден құтылмай жүрген өздерің кінәлі, ақ патшаның әміріне қарсы келейін деп бедіңдер. Күн бата әр үйден жылап шыққан бала шаға, қатын қалаш дауыс қылып, оу-шу даңғаз аралас шағын ауыл үсті күңіреніп кетті. Жәнібектер жер үйлердің қора қопсысын тінтіп, бұлай болар деп ойламай, бейғам отырған ауылдың мал қораларына қыста тісіне басар аз соғымын ойықтан тартқан балшықша ойнақтатып тысқалып шығып жатыр. Елдің бас көтерер қарулы жігіттері жылқылардың шылбырын оралып, өлсекте бермейміз, аштан қырылғанша қолдарын өлеміз деп сүйретіліп, бір-екеуі Жәнібектің де жағасына қол салған. Үйлерінен көйлекшең дірдектеп құрғол шыққан жігіттерді қарулы жандарымдар мылтық дүммен ұрып құлатып, екі-үшеуінің сырт киімін белуарына дейін сыпырып, етпетінен сұлатып салып, жұрттың көзінше дүренің астына алды. Поштабайдың келгенін естіген Сұлтанмұрат қан құсып, төсек тартып жатқан жерінен тұрып, күпіге оранып жеткен. Екиіннен дем алып, қаңтардың үскірік желіне тұншығып, жөтел буған әнші жігіт ат үстінде сұрланып, Жәнібектің салбыраған аяғын құшты. Әй, Жәнібек, мен Сұлтанмұратпын, танымай тұрсың ба? Бұл не қылығың? Жазықсыз елді жылатпа, жазықсыз ақан даузыңа алмасаң етті. Жазықтың екеуіміз білетін ек, бұл не қысастығың? Деп сөзін зорға құрады. Әшейінде жөпшеңкеге көнбейтін керауыз Поштабай Сұлтанмұраттан титімдей дейменіп ақпады. Серейген бойымен ат үстінде иіліп келіп, өзі де желден қақалып шашалып, құр сүлдері тұрған әнші жігіттің күпсінің өңірінен біре ұстап, «Әй, Көксау, мезгіліңнен бұрын өлмейін десең, кет бұл арадан. Жалғыз әкеңді ая, ант атқыр. Антын қайда берген?» деп тісінің арасынан сызықтата зілмен сыбырлады да қолын босатты. «Есіңде болсын, сенің сөзің құтқа аспайды. Жала, осын оқ. Сендердің де ант алғандарың қайда? Сондағыларың осы ма? Жазықсыз елді неге жәбірлейсіңдер? Не сұмдықтарың бұларың? Тимеңдер жұрттың малына. Бар үйдің қарап отырғаны малы». Сұлтанмұраттың қолы Жәнібектің тізесіне іліккен, біресе жалбарынып, біресе қорқытып бақты. Дімкәс әлсіз жігіт Поштабайды қаймығар, илігер деп еді, жоқ. Ол тізгінін оқыс тартып қалып, серейген аяғымен кеудесіне бір теуіп шалқасынан түсірді де, «Қане, айдаңдар, айда кеттік!» деп атын тебініп қалды. Бүгін ертең соямыз деп бала шағасымен тегіс қуанып отырған елдің 15 шақты соғымын екі-үшеуден топтап жетектеп, топырлат айдаған қиянатшыл топ кешкі ымыртты алыстап, қараңғы түнге сүңги берді. Қолында бос қалған алаш шылбырын мойнына салған қарт Сатай құбылаға қарап, тізесімен қарға шөгіп, кәрі көзінен жас төгіп қарғап отыр. «Оу, Есенбай атам аруағы, киеледің бабам. Аз ұрпағыңды қара жыландар жалап кетті, киел аруағым. Ошағымды ойрандап шоғыма су құйып кетті жыландар. Аруағымның киесі атсын, көз жасы жібермесін. Алдарың түнек болсын, көрем деген қызықтарыңды көрме. Аруақ делдің ұл едік, кісіге қиянаты жоқ момын ел едік. Осынша зарлататындай неңді алдық, Нұртаза. Азаматтарымды қорлап дүреге жығар неден кінәлі болдық, Ақсақ Ояз. Біз көрген зауалды ұл қыздарың тартсын, қара түн бастарыңнан арылмасын. О, Құдай, бар болсаң, сорлап қалған жетім жесіріңнің тілегін бере көр. О, аруақ, аруақ, Есенбай бабамның аруағы. Алыстан кісінеген, шыңғырған асау соғымдардың үні талып жетіп, мүлдем үзілгенде есеңгіреп мәңгірген топ тағы да зар еңіреп жылап қоя берді. Сатай қартпен қосыла қарғаған дәрменсіз жұрт, көйлектері өрім-өрім, жон еттері дыз-дыз еткен, соққыға жығылған нар жігіттер әйелдердің иығына асылып, көздерінен бұлбұл ұшқан жылқыларының соңынан қарап, кәрі жасы орындарынан тапжылмай, өлік шығарған ауылдай зар илеп, аяз астында
егіліп тұрды. Осылайша қан қасап қотан аю қабылан тигендей жылап-сықтап қансырап қалған Қантай ауылына Жәнібектердің сойқанынан бір жұмадан соң қасында мөңке бар Ақан келді. Шынжырмен бұғаулап, етаппен алысқа айдаған достарын көзімен шығарып салып, одан кейінгі күндері Ақмола ұлықтарынан еш хабар біле алмай, іштей тынып, қайғымен күйзеліп оралған беті. Түндегі ел зарынан соң бұрынғыдан да төмендеп, кеудесі сырылдап, тынысы тарылған Сұлтанмұрат бір мезгіл бас көтеруге жарамай, мүлдем төсек тартып жатып алған. Ақанды көргенде сауында уайымшыл, жаны нәзік әрі күйрек жан үнсіз жылап, көпке дейін сөзге тіл оралмады. Үйде бір бейтаныс келіншек жүрген. Ақан амандасқаны болмаса жөн сұрасқан жоқ. Сол әйел Сұлтанмұраттың басын көтеріп, құйрығын жаңа басқан баладай әлсіз кәріптің жан-жағын жастықпен бітеп, көрпесін қымтап кетті. Қара жігіттің өңі тозған шүпелектей бозарып, шүңірейген көз жанары сөне бастаған екен. Екейінден дем алып, қайта-қайта жұтынып, төмен салбырай берген басына ие бола алмаған Сұлтанмұратты аяп, қанша қинағысы келмегенімен, Шәкейдің мұны аузына алуында бір сыр бар-ау, не де болса осы бірдеме білуі мүмкін деген оймен Ақан терісіне ғана ілінген тірі аруақтай әнші інісінен қалай сөз тартудың қыбын таба алмады. Көрпеден басын алмай төмен қараған қалпы Сұлтанмұрат: "Өңкемісің, аман ба? Сен де жасыңнан қайғыға душар болдың-ау", деп кеудесі сырылдап, тамсанып көп отырды. "Ақан аға, жігіттердің күні не болды? Арашалап алдыңыз ба? Нұртаза барды ма?" "Жоқ, Сұлтанмұрат, жігіттердің қалы нашар. Сотталу қаупі бар", деп Ақан ауру жігітті қажытпайын деп бұғауда кеткендерді жасырып қалды. "Нұртазаны неге аузың алдың? Неге барады? Сұлтанмұрат, шаман келсе айтшы. Бірдеме білемісің?" Шәкей сәлем айтты. "Олар сізге ештеме айтпағаны ма?" "Жоқ, қайдан айтсын, жолыға да алмадық", деп Ақан Шәкейдің сәлемін қисынға келмей қалды-ау деп түзеген болды. "Шәкейді түрмеге енгізіп бара жатқан жерді алыстан көрдік. Алыстан айғайлап сәлем жолдады саған." Деп жиі-жиі шөліркеп сусын іздеген Сұлтанмұрат жиі тамсанып, қорғасындай ауыр басын бір-екі изеген болды. Олар бар сырды айта алмаған екен. Айтқанмен не? Ант бұзбай." Ауру жігіт бірдеме дегісі келіп, оқталып сөзін жұта беретін сияқты. Ақан бұрынғыдан бетер ынтыға түсті. "Мына ант соққыр Нұртаза елге қырғидай тиіп, барымта малын жұртқа төлетіп, ашарықты ханға ақсатып жатыр. Кеше Есенбайдан тараған аз үйлі Қантай ауылын талап, жігіттерін дүреге жығып кетті. Ол Найсаптың адамдары Ақан сері мұны жасатқан деп беттері шылп етпейді. Жалғыз соғымына қараған ел енді көкке қарап қалды. Біздің әкей бар. Біраз адам байларға жалданып, бірдеме табудың қарекетімен кеше бас ауған жаққа тентіреп, ел ақтап кетті. Нұртаза, сол ұстатты ғой. Бетсіз екен. Сусын. Сұлтанмұрат сусын ішіп, жастығын төмендеттіріп қайта жатты. Шамам келсе, Ақан аға, өзіңізге көзім тірісінде айтып кетейін. Барымта да болмасам да шет жағын білем. Ант ішіп ем, айтпасқа. Бірақ
Бірақ қайтейін өзіңізге ғана, мөңкеде аузына берік болсын. Осы күн оларды жеңу қиын. Солтанмұрат ұзақ үнсіз жатты. Барымталындағы оқиғаларын көп ойлады. Айтсам бекен, айтпасам бекен дегендей ұзақ қиналды. Ол оқиға былай болған еді. Бөкіл Сарыарқаға дөңк еткен құлагер өлімі Атығай Қарауыл еліне күн құрғатпай-ақ жеткен. Қазақ дүлдүлінің қайғылы өліммен бірге іле-шала ақан серінің бек керім-ай, бөрібай, ай деп бебеуге салып зарлаған құлагер әні де жетті. Аш жүнмен айтылар жоқтау сарынын тыңдағанда көзіне жас алып, тебіренбеген тірі жан қалмады. Бір апта ел дүрлігіп, атқа мінер ер азамат ауыл арасында жалақтап, бір-біріне хабар беріп, босқа шауып намысқа булыққанмен, істер айла, қылар амал таба алмай, қыстығып, босқа сенделген еді. Тек 3-ші тәулікте барып, қарауылдан шыққан аз топ бір-бірімен астыртын хабарласып, жасырын жиын құрған. Жиын көп көзінен таса, елеусіздеу бір шоқ ағаштың бауырындағы жылқышылар қосында өтті. Қосқа жиналғандар кілең Ақанның жанашыр достары. Шәкей, балуан Ожынбай, әнші Солтанмұрат, Бәтжан. Бұрын көп араласпағанмен немересін Ақанға қосып жіберетін ұры Байбатыр да келіпті. Күнбата қасында ақи көз поштабайы бар, жарау атпен сумаң етіп Нұртаза жетті. Ұядай қос ішінде жас құлының етін үнсіз жеген қайғылы жандар біреудің жаназасын шығарғандай көпке дейін түнеріп отырды. Астау толы ет орталағанда барып: «Қайран, Ақан аға, құлагеріңнен айырылып не күйде отыр екенсің? Оңдырмай соқтау жауыздар», деп Шәкей булығып, көзі жасаурағанда басқалары да ауыр күрсінді. Кейінгі кезде көкірек ауруы меңдеп, тық-тық жөтеле беретін Солтанмұрат құлагер өліміне егіле жылап, өзінің пір тұтатын жазықсыз ұстазына деген адам баласының қас көйлігінен алып, сырқат жарасы ашыла түскендей еді. Астауға анда-санда ғана қол апарып, ашыла былбыраған жас етті әрең толғап жұталмай, зілдей қайғыдан шекесі солқылдап, басын көтере алмай отырған әнші жігіт: «Сорлап қалды-ау Ақан ағам, сорлап қалды-ау, әппақ көңілі жердей болды-ау. Құлагер айналайын, серігінің бір емес педі, жылқы емес, дос еді-ау, енді серігі шер болды-ау. Шерлі ағам, қашан сенің шерің тарқаған? Адам баласына титімдей қиянатын жоқ асыл ағам, неден ғана сенің жолың болмайды? Неден ғана тұзаққа түсе бересің? Қыл мойныңнан», деп соңғы сөзін жөтел қысып зорға ұрады. Аузын басып, жөтелін тиям ба деген Солтанмұратқа көмейін қырнап, жегі құрттай жыбырлатқан көк жөтел көнбеді. Әуелі күрік-күрік терең жөтелген әнші әбден қысылған шақта сең-сең тұлыпқа тұншыға құлады. Солтанмұраттың жөтеліне сәл қабақшыта шыдамсызданған Ожынбай ызалы аюша ауыр ырғалып қойып гүрілдей жөткірінді: «Әй жігіттер, өлер құлагер өлді. Енді жер жыла, көр жыла, орнын толтыра алмаймыз. Кімнің белі қайыспай отыр? Бір бәтуаға келмейміз бе? Әлде қара жамылып жоқтау айтып қатындарша сыңси береміз бе? Нұреке, сіздің келгеніңіз тұйыққа тірелген бізге қандай жақсы болды. Азаматтық көрсетіп отырсыз. Бұлай болар деп тап өз басым ойламап едім», деп сөз соңын төрде өзінен жоғары отырған Нұртазаға бұрды. Шынында болыс тап осы жолы мына қара табандарға өзі келмек түгілі сәлем де бермес деп ойлап еді. Әйтеуір қарманарға тал таба алмай тығырыққа тірелген жігіттер амалсыздан Нұртазаның жансызы Поштабай Жәнібекпен сөз қосқан. Сағынай асынан шақырусыз қалған Нұртаза керейлердің Ақан серіге қиянатын қарауыл жұртына әдейі жасаған қыры деп тісін қайрап отыр дегенді естіген соң, өзі араласпаса да сырттай қол ұшын берер деп дәмеленген еді.
Кейінгі екі сайлауда қатарымен болыстықты алған Нұртаза 8 дуанға аты шығып, шалқып тұрған атақты Шонжар, сонау Ірбіт, Қызылжар, Омбы, Түмен саудасын Сүлеймен ағасы арқылы билеп төстеп, бетіне жан қаратпай тұрған Алпауыт. Сырттай Поштабаймен ғана емес, енді өзі келіп ақыл қосса, одан артық қуаныш бар ма? Беті жып-жылтыр қою сақалды Нұртаза ала көзін төңкере, Ожынбайға бір қарап, ет жеп болдым дегендей басын кегжең еткізіп шегіне отырды да қолына майлы қалды. Етченді саусақтарын бір-бірлеп сүртіп, семіз құлын етінің майы жылтыраған тырнақ көбелеріне дейін баппен ұзақ тазалады. Содан соң жас сорпа әкелген жылқышы балаға ішпеймін деген ишарат білдіріп, қоңыр шибарқыт бешпетінің терең қалтасынан алған бармақтай құты тығынын тәспих тартқандай саусағымен бейпаздап бұрады да, ішінен ұшталған көп аршаның бірін алып, құтыны қайтадан қалтасына салды. Ешкімге арша ұсынған жоқ. Сыртынан талай кіжінгенімен жүзін көргенде үстінен тайсақтаған жігіттер онымен қатар отырғандарына да риза сияқты. Ол табақтан басын көтергенде бұлар да саусақтарын жалап дастарханнан шегіне қалысқан. Бәрі де енді тіс шұқыған Нұртазаның аузына қарағыштады. Қанша шыдамы таусыла үздіккенмен, қасын кере түсіп кербезденген болысты ешқайсысы тақымдап асықтыруға батылы жетер емес. Қабырғасы тең болмаса да, ақан серінің себебімен үлкендердің ортасына көп араласып бойы үйреніп қалған Шәки ғана тықыршап: «Иә, енді не отырыс бар? Бәрімізде бір мақсатпен жиналған екенбіз. Ал Нұреке?» дегенде барып тісін ұзақ шұқылаған Нұртаза алғаш сөзді бастап алыстан орағытты. «Осы бір керей асын суқаным сүймеп еді. Ала қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды демекші, қарауыл жұртын алалап тастаған керейлер әрі сазайын талай тартар. Соған ақан байқұстың желегін ала жүгіріп, желкілдей қалатындай реті жоғақ еді. Бірақ жел көңілген еді ва. Шақырусыз асқа барма, желікпе дегенді қас қылғандай көрді. Содан біреу керейдің асын аяды деді мекен. Маңдайына талай тисе де, әй, қайтпайды ау, қайтпайды. Ақыры міне ойнақтаған тайлақ от басты. Керейлер тұрмастай етіп қақ маңдайдан оңдырмай ұрған екен. Жазықсыз жануар екі ортада боқ басында жер қапты, деп тағы да тісін шұқып отырып қалды. Батылы жетіп сөзге қосылған тағы да Шәки: солай болды ғой Нұреке. Енді ол қанша айтқанмен келмеске кеткен шаруа. Ақанға қосылған жұртты да жібермеген адамдар бар. Оны қайталап қайтеміз, деп сөзді тигізе бастап еді. Қасқыр мінез Нұртаза арс етті. Сонда сендер еріп барғанда құлагерді айырып алып қалатын бедіңдер. Көсем салып алдында жүретін шығарсыңдар. Сөз емес сөзді қоңырсытасың. Шынында да кінәласып қайтеміз Шәкей. Одан да не істейміз? Құлагердің күні емес пе ендігі дауларымыз, деп Бәтжан ушыға бастаған сөзді басты. Құлагердің құнын оны қалай алмақсыңдар? Сендердің қолдарыңнан не келмек? Керейдің кері кеткен кесапаттары құндаулатпақ түгілі босағасынан сығалатар мекен? Сендерде қолымыздан бірдеме келеді. Еркек кіндікпіз деп отырсыңдар ау, деп жаңағы сөзге шамданып, аптығы басылмаған Нұртаза ырқ етіп күлді. Неге келмейді қолымыздан? Шаңырағын ортасына түсіреміз. Әттең, аз боп отырған жоқпыз ба? Деп еді Ожынбай. Бәтжанда қостай түсті. Нұреке, сіздің де кектеніп отырғаныңызды естідік. Бізге біраз белдат, сойыл көтерер біраз жігіт керек. Ар жағын өзіміз білеміз. Сіздің осылай сырттай қалқан болып отырғаныңызда жетеді. Болыс көзі бақырайып, аузын толтыра тоқтық тартып қарқылдап күлді. Сендердің дәмелерің зор екен. Тәпті ойларың қайда жатыр? Наурызбай мен Ағыбай әумесірлердің тұқымы әлі бар екен ғой. Ха-ха-ха, арыстан айға шауып мерт болыпты. Сендердің 20-30 сойылдарыңа бастарын жарғызып қойып қалың керей, анау Ақпатшаның адамдары айғарап отырмақ ба? Қойрықтарыңа гүрзі салып, жылқыға басқандай таңба басып, өздеріңді ит жеккенге қойша тізіп айдайды жібереді.
Qara bulardың дәмелерін. Жігіттер үнсіз қалды. Аңдамай сөйлеген әрқайсысы ұғып отыр. Бірақ аузынан шыққан сөз мақруқ, қайтып алар айла жоқ. Расында да не айтып отыр? Қарға қарғаның көзін шұқымайды. Керей жұртының сөлкебай таққан чонжарларына қол салған бұлар ертең өз болысында жағасына жармаспай ма? Жер шұқығандай төменшік тартып отырып қалған Байбатыр еңсесін көтеріп көзін сығырайта қарады. Ау болыс, жігіттердікі әшейін ашынғандықтан айтылған құр далбаса ғой. Өз бетін аямаған, кісі бетін шиедей қыладының кебі. Қарауыл намыс ортақ, біздікі намысты жібермеу, кек алу емес. Солай жығылсаң керек етті, деп жұмсарды Нұртаза. Барым темес, құлагер үшін қарымта десейші. Сонда не істемексіңдер? Құрдаурыққаннан басқа қолдарыңнан не келмек? Ауыл итінің құйрығы қайқы демекші, ауыл ішінде отырып құршыренгендерің кімге дәрі? Ұры Байбатыр енді түксие түсіп жүрелеп отырды. Ұзын сөздің қысқасы, бір құлагердің құнына бүкіл ақсары, құл сары керейдің байлығы шалқыған мәті дәуленіңнің бүкіл төлкөден тараған сағынай балаларының малы жетпейді. Хақан қайғысын, қарауыл намысын қайтарар төлемді олардан сұрап та даулап та алмайсың. Әйтеуір жай отырып, ынжыға таңғанша керей малын барымталап есе қайтару керек. Ал, жадейік, сонда бұған менің де көмегім керек. Нұрек-ау, жаңа айттық қой, бізге сіздің бар көмегіңіз сол тың аттар керек, кемі 4-5 жігіт. Жігіттің де керегі жоқ, Бәтжанның аузын қақты Байбатыр. Соншама қол жинаудың қажетіне аяққа оралудан басқа істемей жүрген кәсіп емес болсеке. Бізге көмектің керегі сол, ертең айдап келер көп жылқыны қайда жасырамыз, қайда тығамыз. Сіздің ана Сүлейменнің көп малына тоғытып жібермейміз бе? Бізге керегі мал емес, намыс, сізге де солай емес пе? Нұртаза іштей күліп жайраң қақты. Маналардың ойы жаңа өз ойына қарай ойсып келеді. Малға тоғытып жіберу дегендері ғана үйлеспей отыр. Қыруар мал келе қалса, оны қайда тоғытады? Ол арасы Сүлеймен екеуіне мәлім. Бұл ойыннан ағасы алғашқыда сескеніп, жалына қол тигізбей осқырса да, кейін сөзін қайна көшіп, оңай олжадан бас тартпаған. Енді мына қол шоқпарды біраз жинап қайрап алу керек. Итекеш итті де қасқырға саларда жынын құстырып, ашықтырып, ашындырып алады. Сонда қалай, деді Нұртаза ыңыранып. Сендер отты менің қолыммен көсейсіңдер, ертең мұның аяғы үлкен дауғыласуы хақ. Сонда ұрланған мал менен табылса, өмір бойы керейлермен жалғыз жағаласып өтпекпін ғой. Тасада қалатын сендер, айран ішкен құтылып шелек жалаған тұтыладының керемес пе бұларың? Нұреке, кімнің айран ішері, кімнің шелек жалары белгісіз. Әрине малды тоғытқанда оны жайып салып отыру емес, бір есебін тауып сіңіріп жіберу қолыңыздан келер деп отырмыз. Барымтаны қазақ бүгін көріп пе, қайыры пайданы жанына басқан. Әй шәкей, деді Нұртаза. Сөзіңнің төркіні түсінікті. Шық бермес шығайбайдан торғасқасын боққасқа қылып айласын асырған алдар көсе бол деп отырсын ғой. Бір қар емес, 1000 қараға 1000 алдар көсенің айласы да жетпес. Жарайды, шешінген судан тайынбас. Қолмен істегенді мойынмен көтерейік делік. Ал ертең қазына жағынан зерт жүргізіліп, сендердің ізіңмен келіп біреуіңді құлағыңнан басып қонжитып ұстап алса, бастан құлақ садақа деп құлағыңды беріп кетесің бе? Әлде жан сауғалап аш құлақтан тыш құлақ жақса, өзім аман болайын деп үстіңе төнген қара бұлтты басқа жаққа аударамысың? Жоқ, мен сендерге сенбеймін. Алдымен поштабайын салып, соңынан түк білмегендей өзі келіп отырған болыстың жан жаралар мына соңғы сөзін естігенде жігіттер қасқыр тиген қойларша дүрете қалды. О не дегеніңіз? Сонша бізді бала деп отырмысыз? Сырға сырғанақ жігіт боларымыз бар. Несіне келді дейсіз?
Дабырламаңдар, деп көз алақ еткен Нұртаза быртық саусақтарын тарбита көтеріп жігіттерді басты. Үй артында кісі бар. Ана екі жылқышыдан сақ болған жөн. Оларда неге жиналғанымызды білмейді. Кіндігі бір Сүлейменде бұдан бейхабар. Әлден даурығып, бөрінің артынша шуылдасаңдар, ертең ел жеткізбесе жел жеткізеді. Ал, қылша мойным талша деп, тілдеріңді тістеп өлімге кетсе де сырыңды көрге бірге ала кетсең тәуекел. Оу, бол секе, тоқ етері сол, бұл арада сенің де басқаныңда шашпауын көтере келгеміз жоқ. Не маймөңкі керек, біздікі бүкіл қарауылдың намысы, ақан серінің кегі, жаңа айтпадық ба. Егер кімдегі ертең тісінен шығарды бар ғой, жақыным еді, жас еді деп қарамаймын. Тура өзім соның тілін кесіп отқа тастаймын. Ал өз басым мұндайдың талайын көрген, менің басымды қойдың басында үйтіп жатса да, мына тіл оны арашалаймын деп сырын айтпайды, бірге үйтіледі. Деп енді Нұртазаға қалың сабалақ қасының астымен отты көзі жайнап, тік қараған Байбатырдың жүндес білектеріне қан теуіп шыға келді. Тұла бойы дірілдеп қоя берді. Басқалары да Байбатыр сөзін қостағандай иықтарын қомдап қойды. Ожынбай балуанда күреске шығатындай аруақтанып қалш-қалш етеді. Енді бұдан ары сөзді созбайлаудың қажеті жоғын сезген Нұртаза соңғы шартын қойды. Қалтасынан ақ орамал шығарған. Мә, әгер әкім ауыздан шығар болса, тілім кесілсін. Антымды бұзсам, өрім бұтағымның қаны осы тілімнің қанындай судай ақсын деп антыңды бер, деп қасындағы Ожынбай ұсынды. Ант су ішудің мұндай жолын білетін жігіттер бөгелген жоқ. Нұртаза айтқан сөзбен ант алып, шетінен пышақтарын суырып, тілдерінен қан шығарып бүрікті. Жөтеліп кеп Сұлтанмұратта тілін шығара берген Байбатыр білегінен ұстай алды. Әй, Сұлтанмұрат, сенің бізге масылдықтан басқа пайдаң аз. Ұры жауы жөтел, ниетің рахмет. Сен барымташы бола алмайсың. Көңіліңе келмесін. Үйде жылы бүркеніп жатып біздің жолымызды тіле. Бәкау, о не дегеніңіз, қояндығамыз ерді намыс өлтіреді. Мен де бір азамат емеспін бе. Маған қарауыл намыс емес, ақан ағаның намысы керек. Ол қанаты қайрылып зарлап жатқанда мен үйде дарылдап өлең айтып жатпақпын ба? Барамын, деп қиылса да Байбатыр ұрлыққа ертпеймін деп кесіп айтты. Жарайды, Сұлтанмұрат, расында да сен мына көкжөтеліңмен бүкіл керейді бүріктіресің, деп Нұртаза босағада сыры кеткен ескі кебежеден алдырған қатқан жарты күлшенің бір үзімін Сұлтанмұратқа берді де, бір үзімін өз аузына салды. Наннан қасиетті ештеме жоқ. Егер сыр сақтай алмасам, мені де осы дәмнің қасиеті ассын. Сен де же, ахи. Бір үзім нанды Поштабайдың қолына ұстата салды. Бұдан соң бұл жаппаға қайдан келгенін кім білсін, ақ орамалмен мұқият түйіншекті өлген қалың құрандалып, жігіттер жаппай кеудесіне басты. Бұл құран ұстайын дейтін анттың белгісі еді. Ант су ішудің қазақтағы көне жаңа ырымның бірін жасап, Нұртазаның қалың жылқысынан бір-бір тыңат мінген барымташылар сойылдарын қарына іліп, «Ия сәт, ия аруақ қолдай көр, ақсарбас» деп желкем түнде керейелін беткі ұстап жүріп кеткен. Анда-санда жөтел қысып, көгеріп сазарып булыға берген Сұлтанмұрат ара-тұра үнсіз дем алып, осы уақиғаның ұзын ырғасын қысқаша баяндап зорға тауысты. Бәсе, өзімде тегін емес ау, қыруар жылқы үшті күйлі қайда кетеді деп күмәнданып ем, тағдайласын асырған екен Нұртаза. Апырмай, не деген жүрегі тастан жаратылған немеді. Там құрымаса өзінің қолы бұлыққан соң, жігіттерге арашашы болмаса да, нақағайып айбана төлетіп, жазықсыз елді неге жылатады. Ант-мант деп сендерде қайдағы жоқ ата жолын ұстап, антшыл, уәдешіл бола қалған екенсіңдер. Бәсе, жігіттерді ұстап берген Нұртаза, оларды көз көрмес Сібір айдаттырып жіберткенде сол. Қалай жасырады ізін, деп ақам
болыс қолынан істелген іске жаңа ғана көзі анық жетіп тістене берді. Мөңке де Солтамұрат сөзін естіген сайын құнжиып түнере түскен, көптен сөйлемеген бала түнеуге қамшы тиген көзінен сорғалаған жасын жеңімен сүртіп, «Тірі жүрсем Нұртазадан бір кек алармын», деп үлкен кішіше осыдан қайтып ләм демеді. Қанағата қалған Мөңке бұдан қайтып бір жадырамады да. «Ақан аға, түсінемін, түсіндім», деп басын көтерместен Солтамұрат көзіне жас алды. Жігіттер қиыр қайдалған екен. Иә, кебенек киген келер-ау, тірі болса. Кебін киген Бәтжан келерменді. Айдалада қалды-ау. Топырағы да өз елінен бұйырмады. Солтамұрат көзінен сорғалап аққан жасы тыйылғанда барып қайта сөйледі. «Ақан аға, енді өзіңіз арандап қалмаңызшы. Қайтан айттым. Енді көріспеспіз, Ақан аға. Сізге Алла риза болсын. Сізбен өткізген өмірім өкінбеймін. Қайран, ол бір тамаша, шуақты күндер еді-ау. Иә, шуақты күндер. Кешу өтінемін, Ақан аға. Кінәм болса, кеше көріңіз». «О не дегенің, Солтамұрат, осыншама. Қой, қайдағы кешу, ертең-ақ көк күнсең жазылып кетесің». «Ақан аға, сол көктемді ғана күтіп жатқан жоқпын ба? Келер көктем менің тіршілігімнің де соңғы көктемі шығар. Соған жете алам ба?»